Саламатсыздар ма? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Мен бүгін Астананың әдемі жерінде тұрмын. Ол не дейсіз? Ол экспо. Мына жерде бір шағын сквер, парк бар. Мұндай стелла қойылған. Оны білмеймін неге арналған. Біз Маға екеуміз бірнеше рет келдік осы жерге. Экспоның ішіне де кірдік, экскурсияға бардық. Онда мен мына стелланы көрген жоқпын. Енді жылдан жылға Астана керемет қала болып жатыр. Менің бүгін қозғайын деген тақырыбым маған біраз адамдар әсіресе TikTokта жазады. Неге орысша сөйлейсіз? Неге қазақша сөйлемейсіз? Неге сіз орысша бәрін жаңағы түсіндіресіз? Мен арасында қазақша сөйлеймін, байқасаңыздар. Мен қазақ ауылдан шыққан қызбын. Қазақша мектепті бастағанмын оқып. Сосын әкеміз, шешеміз агроном болғандықтан бір ауылдарға көшіп барғанда мектеп болмай орысша оқуға тура келдім. Сосын әрине сол кезде сондай саяси болды ғой, жаңағы қазақ мектептері болмай, орыс мектептерінде көп көңіл бөліп сондай жолмен кеткенбіз. Бірақ менің айтайын дегенім, тек қана қазақша сөйлемей, орысшаға да көңіл бөлу керек меніңше. Мысалы, менің біраз достарым қазақша сөйлемейді. Олар бүкіл дүние жүзінің орындарында тұрады. Америка, Канада, Украина, Россия, Австралия, Италия. Менің достарым, мен баяғыда Ленинградта оққасын, біраз адамдар шет жаққа кетіп қалған. Олар әрине орысша, қазақша сөйлемейді. Олар да мені тыңдайды. Сосын мен арасында бизнестамын. Бизнесте тоже жаңағы қазақша сөйлемейтін адамдар бар. Оларды мен бәріне қазақша үйретіп отырмаймын ғой. Сосын енді біз Маға екеуміз қазір ағылшынға да көңіл бөліп жатырмыз. Неге десеңіз, шетелге барсақ шамалы сөйлеуіміз керек қой. Сосын менің ойымша осылай екі-үш тілді білу керек.